Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар және әлеуметтік парақшаларымыздың жазушылары. Бүгін біз тағы да арт энциклопедияны ашамыз. Онда біз көрнекті адамдар туралы айтамыз. Бүгінгі біздің шығарылымымыз көрнекті композитор, педагог, Қазақстанның халық артисі Латиф Хамидидің 115 жылдығына арналған. Жарқын, жалынды, икемді, нәзік талғампаздығы бар, ол барлық кейінгі вальстардың ата-бабасы болып танылады. Латиф Хамиди 1906 жылы Қазан қаласына жақын орналасқан Бувари ауылында кедей отбасында дүниеге келген. Әкесі Донбаста шахтер болды. Көшіп, қонып, тұрмыс жағдайлары тұрақталмай жүргеніне қарамастан, баланың музыкаға дейінгі қабілеті ерте оянды. Мектеп қабырғасында жүргенде фортепиано және скрипкада ойнап үйрене бастады. 1920 жылы Хамиди отбасы Ташкентке көшіп келді. Осы жерде көркем өнерпаздар үйлермелері жұмыс істеді. Мұнда Латиф Хамиди қазақтың әндері мен күйлерін алғаш рет еститін болған. Ол өзінің тұңғыш шығармаларын алғашқы вальс, көңілді жастар маршын жазды. Бұл шығармалар татар музыкасындағы вальс және марш жанры енетін болды. Музыкалық бөлімін толықтыру үшін Ташкент музыка училищесіне оқуға түскен болды. 1925 жылы ансамблімен бірге Қазақстанның қалалары мен ауылдарына гастрольдік саяхатқа аттанады. Мұнда қазақтардың өмірі, өнері және дәстүрімен танысады. Кейін Латиф Хамиди өз естеліктерінде былай дейді: сол бір тамаша сапарымда табиғатқа, адамға, қазақ музыкасына деген сүйіспеншілік пайда болды. 7 жылдан кейін маған Қазақстанға баруға ұсыныс жасағанда, мен ойланбастан келісім бердім. 1935 жылы Қазақстанға алғаш рет келген жылдары Семей қаласы болды. Талай халық әндерін жазып алды. Бұл әндердің ішінде ең құнды болған Абайдың 18 әні. Бұл әндер Абайдың музыкалық шығармалары атты жинаққа басылып шықты. 1936 жылы Латиф Хамиди Москва консерваториясының жанынан ашылған татар студиясына оқуға түсті. Студияны бітіргеннен кейін Алматыға оралатын болды. Ахмет Жұбановпен бірігіп, халық әндері мен күйлерін жазып алып, өңдеу жұмыстарын жүргізді. 1940 жылы Латиф Хамиди қазақ хор капелласының дирижері мен көркемдік жетекшісі болып тағайындалды. Ол хорға арнап талай әндерді өңдеді. Сәулемай, Жеңеше, Жайдарман, тағда басқа әндерді сонымен қатар өзінің әндерінде шығарды. Олар Қазақстан, партия туралы ән атты шығармалары болды. Отан әні халықтың сүйікті әніне айналды. Бұл әнді фортепианоның сүйемелдеуімен жеке дауыс және хор орындады. Күләш Байсейітованың орындауындағы қазақ вальсі халықтың сүйікті әніне айналды. Мұнда қазақтың халық әуенінің сарындылығы және вальсқа тың ырғақ қосылды. Бұл ән қазақ музыкасындағы алғаш вальс болып табылады. Кейінгі жылдары Латиф Хамиди 10-нан астам вальс әндерін жазды. Бұлардың ішінде композиторлардың атын шығарған Бұлбұл әні болды. Кен танысты, әуені еркін шырқалып, шебер орындаушылықтарды талап етеді. Соғыс жылдары Латиф Хамиди қаза болған батырлардың ерлігіне арнап патриоттық әндер жазды. Маншық Маметованың бейнесін Батыр қызы әнінде көрсетеді.
Соғыс ерлерінің және жауынгерлер композиторлардың портреттері Нұркен, Рамазан деген әндерінде бейнеленген. Соғыс ерлерінің және жауынгерлер композиторлардың портреттері Нұркен, Рамазан деген әндерінде бейнеленеді. Әндер, романстар, хорлармен қатар Латиф Хамиди шығармашылығын өркендеуін Ахмет Жұбановпен бірлесіп жазған Абай және Төлеген Тоқтаров операларымен байланысты. Абай операсын Латиф Хамиди 1944 жылы аяқтады. Төлеген Тоқтаров операсын Ұлы Отан соғысында ерлік көрсеткен қазақ батырының бейнесі дәріптеледі. 1950-70 жылдары Латиф Хамиди жаңа сахналы шығармалармен жұмыс жасады. Бекқожиннің либреттосына Жамбыл және Айкүміс операсы, Баймұхамбетовтың либреттосына Балбұлақ операсын, Ерғариевтің либреттосына Жамбыл операсын жазды. Латиф Хамиди тамаша ұстаз болды. Ол талай уақытын қоғамдық жұмыстарға бөлді. Латиф Хамидиден қазақ музыканттарының бірнеше ұрпағы оқыды. Олардың ішінде әйгілі өнер қайраткерлері бар. Латиф Хамиди халық музыкасының опера сияқты күрделі өнерге оңай бейімдеу қабілеті өзінің композиторлары ерекшелігін жоғалтпай бүгінгі күнге дейін көптеген музыкалық білушілерді қуантады. Оның ішінде Жамбыл және Төлеген Тоқтаров опералары да бар. Соңғысы Айтпақшы Жұбановпен бірге Мұхтар Әуезовтың Отан соғысының батыры туралы либреттосы бойынша жазылған. Ал Мұқан Төлебаев және Евгений Брусиловскиймен бірге Латиф Хамиди Қазақ Республикасының әнұранын жазды. Қазақ өнерінің дамуына зор үлес қосқан бүкіл халықтық әртіс Латиф Хамиди 1983 жылы Алматыда қайтыс болды. Ол туралы естелік тірі және өмір сүреді. Өйткені композитордың жарыққа толы туындылары уақыт сынынан өтіп дыбысталып мәңгілік бола береді. Құрметті достар, сіздер әрқайсыңыз біздің бөлімге келіп отандық өнер шеберлері туралы көбірек біле аласыз. Қош болыңыздар, қымбатты достар. Жаңа кездесулерге дейін Арт энциклопедияның жаңа шығармаларында кездесейік. Қош болыңыздар.